Ақ-жол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрдің бірінші орынбасары Склярға. Биыл мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында еліміз үшін маңызды Астана, Балқаш, Алматы, Атырау, Астрахань, Ақтөбе, Қандыағаш, Талдықорған, Өскемен жолдарының реконструкция мерзімі ұзаққа созылғанын сынға алып, ағымдағы жылы осы жолдарды аяқтауға тапсырған еді. Көлік министрі Қарабаев 23 желтоқсанда мәжілісте өткен үкімет сағатында өз баяндамасында аталмыш жолдардың жөндеу жұмыстары толық аяқталып, ел игілігіне қолданысқа берілді деп есеп берді. Сол есептің ішінде құрылысы 2018 жылы басталып, 6 жыл бойы жыр болып аяқталмай жатқан ұзындығы 277 шақырым Атырау-Астрахань тас жолы да бар. Алайда елмен тығыз қарым-қатынаста отырған Ақ-жол фракциясының депутаттары осы министрдің ақпаратында күмәні бар. Атап айтсақ, осы жолдың бойында Исатай ауданында 17 шақырым құрайтын Аққыстау тұщықұдық айналма жолы әлі басталған жоқ деп айтуға болады. Кейбір учаскелерде асфальттың соңғы қабаты салынбаған, Ерғалиев ауылында бүгінгі күні көпір құрылысы бітпеген, әлі айналып өтіп жатыр. Бірінші, екінші, үшінші лот бойынша 621-753 шақырымның арасында, яғни 132 шақырымда жылдамдық шектеулері 60 км деген жол белгілері әлі алынбаған. Бұл не деген сөз? Бұл 277 шақырымның жартысына жуық 132 шақырымы әлі толыққанды бітпеді деген сөз. Осы ақпаратты нақтылау үшін Қазавтожол ұлттық компаниясына 10 қарашада және 5 желтоқсанда Атырау облысының республикалық және облыстық маңызы бар жолдарын жағдай жөнінде ресми хаттар жібердім. Ұлттық компания 2023 желтоқсандағы жауабында нақты мәлімет берген жоқ. Сонда Қазавтожол ұлттық компаниясы парламент мәжілісі депутатының хатына неге толық ақпарат бермеді? Әлде жылы кабинеттегі шенеуніктер өңірлердегі жол құрылысынан бейхабар ма? Тағы бір тоқталатын мәселе. Көктем айларында еліміздегі су тасқынынан зардап шеккен автомобиль жолдарының жағдайы да бізді алаңдатады. Ақ-жол фракциясының Ақ-жол партиясының жергілікті мәслихат депутаттарының мәліметінше, Атырау Орал бағытындағы Құлсары, Индер және Қызылқоға аудандарының су тасқыны кезінде зардап шеккен жол учаскелері әлі күнге дейін толық жөнделмеген. Еліміздің апаттан зардап шеккен басқа өңірлерінде де жағдай осындай деген күмәндамыз. Осыған байланысты Ақ-жол фракциясы келесі мәселелерді беруіңізді сұрайды. Бірінші, 2024 жылғы 7 ақпанда үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы атап өткен жол құрылыстарының бүгінгі күнге жай-күйі туралы нақты мәлімет берді. Екінші, еліміздің су тасқынынан зардап шеккен автомобиль жол учаскелерінің қалпына келтіру жұмыстары жөнінде толық мәліметтерді. Үшінші, аяқталмаған жұмыстар болған жағдайда олардың нақты аяқталу мерзімдерін белгілеп, кестелеп беруіңізді сұрайды. Жауапты мәжіліс депутаттарының аймақтарға шығу сапарына орай, яғни 2025 жылы 5 қаңтарға дейін беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Ақ-жол фракциясының депутаттары Ерубаев, Перуашев, Еспаева, Барлыбаев, Иса, Бейсенбаев және Аманат фракциясының депутаттары Тұрғанов, Жұбанов.